Не байқадыңыз шығып бара жатқан кезде? Есімде жоқ, шыны керек, есімде жоқ. Жақсы, далаға шыққаннан кейін, қамыржай дүкенінің алдындағы бейне түсірілімге сәйкес, сіз Нұрымовқа былай екі қолыңыз жай, бірінші айтып жаттыңыз, иә? Қой братан деп отырмын. Қой братан, мынауың болмайды деп отырмын. Құрметті сот, ескерту жасаңызшы, кедергі жасамасын. Қойсын. Қой братан, мынауың болмайды дедім. Аха. Пышағын көргеннен кейін айттым. Өзімді қорғадым сол кезде. Артыма қарай мен өзім қорғаған деп. Қой братан, мынауың болмайды дедім. Сол кезде қасымдағы балалар айтып жатты. Өзіңізді қорғау үшін. Қой братан, мынауың болмайды. Өйткені менің артымда тұрып пышақпен ол кісі. Нақты сізге бір іс-әрекет жасады ма пышақпен? Жоқ, ондай жасаған жоқ. Қорғаныңыз келсе, неге кете бермедіңіз ары қарай? Машинам, айттым ғой жаңа, машинамыз артында машина тұрды. Шығарамай сол кезде інім Дәулет алдыға Жақсы, артқа бүрініп тұр, автокөлік тұрғанын көріп тұрсыз. Неге қасына барып тұрмадыңыз автокөлігіңіздің? Бер жақта тұрдым ғой мен жаңа. Енді автокөліктің жанына неге барып Жауап тұрмадыңыз бердім ғой шыққанша? жаңа. Жауап бердім ғой. Неге барып тұрмадыңыз? Мен тағы сұрақ қойып тұрмын сізге. Мен жауап бердім ғой. Жоқ, сұрақ түсінікті ма? Түсінікті Дүкен емес. алдынан автокөліктің жанына не Аха. Ол көліктің қасында тұр. Құрметті сот, ескерту жасаңызшы қорғаушыға. Бұл сұрақ Кедергі жасамас мемлекеттік айыптаушыға. Қайталап жүресіз бе сұрағыңыз? Қамажай дүкеннің алдында неге қалып Нұрымовпен сөйлесіп бастадыңыз? Шыққаннан кейін неге тігінен кетіп қалмадыңыз? Көлігіңіз мейлі артында басқа көлік тұрсын. Неге қасына барып тұрмадыңыз шығып кеткенше? Мен білмеймін, артыма қарағанда мен Қаржабайдың қолынан пышақ көрдім. Қолымда алдымда қой братан дедім. Сол кезде кәпшімен тартады мен. Ол кезде Санатпен Дәулет машина шығарып атты. Не үшін айттыңыз енді соны? Түсіндіріп, соны сұрап Мен тұрмын ғой пышақпен сізден. Неге шығып тұрмын, мен сізге бұрылып айттым ғой, қарадыңыз пышақпен. оған деп тұрмын? Неге кете бермедіңіз Білмеймін, мен сол артыма беті? қарадым, мен білмеймін, қарадым артыма бірақ. Не үшін қараған білмеймін. Жақсы, одан кейін көлікке отырып кеттім дедіңіз. Көлікті тоқтату кімнің ойына келді жалпы? Менің ойыма келді. Сіздің ойыңызға келді. Шақырды ма сізді біреу? Ешкім шақырған жоқ, мен мылтықтың дауысын естідім. Не қажеттілік болды онда? Жаңа ғана жауап бердім. Бұл сұрақ Келесі сұрағыңыз. Жақсы, тоқтадыңыз. Қай жерге барып тоқтадыңыздар? Нақты есімде жоқ қай жерге барып тоқтағанбыз. Енді Қамажай дүкенінен қанша метр алшақтыққа Білмейді, кеттіңіздер? санамадым. Шыны керек, мен әлі 100 метр деп айтам, может олай емес. Шыны керек, санамадым қанша метр. Қатты алыс па? Қатты да алыс емес негізі. Алдыңғы сот отырысында Мұратов 10-15 метрге деп айтты. Дұрыс па сол? Дұрыс па? Санат 700 дедім ма? Санатыңыз 700 деді. Мен білмеймін, Алайда есімде жоқ. бейне түсірілімге сәйкес сіздер Қамажайдың ар жақ бұрышында тұрған көрініп тұр ол. Видеода бейне бақылауда көрінбейді біздің машина тоқтаған. Ар жағында Добрый магазиннен көрінеді тоқтағанымыз. Жақсы, автокөліктеріңіз тоқтаған жерден екі жәбірленуші жатқан жерге дейін шамамен қанша болады? Нақты білмеймін, санаған жоқпын. Жақсы, Қамажай дүкенінің алдынан кеткеннен кейін көліктен түскен сәттен бастап жәбірленушінің жатқан жеріне дейінгі, сіз айтып тұрсыз 2 минут 30 секунд дедіңіз. Сол аралықта не орын алды? Не байқадыңыз? Ештеңе байқаған жоқпын, бардым. Төбелесіп отты, артқа айналып кетіп қалдым. Төбелесіп жатқанда барлық топтағы адамдар сол жерде тұрды ма, әлде бірге еріп бардыңыз ба? Мен артынан бардым. Артынан бардыңыз? Мен магазин алдынан өткенде мен байқамадым адам. Сіз барғанда кім болды ол жерде? Байқамадым. Байқамадыңыз ба? Қараңғы болды. Қараңғы болды. Келесі сұрақ. Гайпаев пен Полат Шерзаттың ортасында сіз тұрған жерден емес, жалпы екі жәбірленушінің ортасында шамамен қанша қашықтық болды? Білмеймін, байқамадым оны. Іс-әрекетін, яғни айта алмаймын деп тұрсыз? Айта алмаймын, мен байқамадым. Қай кезде білдіңіз бала өлгенін? 2 күннен кейін ба, жаңа неден көрдім ғой? Криспидан. Қайдан? Криспи, Инстаграмнан. Ертесі көрдім ба, ұмытып қалдым. Сізді қашан ұстады? Ұстаған жоқ, мен өзім бардым 9 қазан. 9 қазанда. Не деді сол кезде сізге? Осылай болыпсыңдар ғой, сол жерде кеп куә болып, не жаңағы. Допросқа шақырды куәға. Қолдарынан ештеңе көрмедім дедіңіз, иә, бағана? Иә. Ешқайсының қолынан? Ешқайсының қолынан. Тек жәбірленушіні ғана көрдіңіз сонда, иә? Жақсы. Нақтылап жіберіп. Қалиахмет, сіз жаңа өз жауабыңызда айттыңыз, 102-ге 103-ке звонда қойып, сонымен қатар арашылығы мен қорқыдым дедіңіз. Дұрыс қой? Сонда мылтық атылған жерге, төбелес болып жатқан жерге сіз баруға қорқпадыңыз ба сонда?
Құрметті сот, сұрақты алып тастауды сұраймын. Алынбайды, жауап беріңіз. Жауап бере алмаймын. түсінбедім. Жауап бере алмаймын. Сұрақ жоқ. Жәбірленушінің өкілдері, сұрақтарыңыз бар ма?